Құрметті достар, бүгін 14 мамыр, мынау қаланың сыртында менің Мұхаммед деген бір досымның үйіне фазенісіне келіп тұрмын. Осы жерде өзі 4 түлік мал ұстайды. Жылқы, сиыр, қой. Сол туралы сіздерге қазір шамалы ақпарат түсірейін. Көріңіздер. Әке, ассалаумағалейкум. Фазеніңізге келіп қалдық. Сіздің мал ұстайтыныңызды біраздан бері естіп жүрмін. Мына әдемі бір жылқыңыз бар екен. Мынау кәдімгі ат жарысқа қосатын жылқыңыз ба? Қалай мына? Әдемі не екен? Иә, бұл қаны бөлек жылқы ғой. Иә. Қазір балдар езіп мініп жүр күнделікті. Мұның енді тәрбиесі алда. Бұл құнан шықпа өзі. Құнан шықпа, иә. Құнан шықпа. Тәрбиесі алда, әлі енді ел шабады. Дайындау керек, дайындау керек. Бір әдемі сұлу екен өзі. Қаны бөлек қой, Қаны бөлек. Шауып жүрген жылқының балдары. Сондай жақсы екен. Өзі түрі келіскен. Өзі шабатын аттың қандай белгілері болады өзің бір? Шабатын енді белгілі ғой өзі. Иә. Өзі лағын қамыстай, иә. Төсі кеңдеу болып, шоқысы биіктеу болып сөйтіп келеді. Сондай. Жақсы. Қалған жылқыларыңыз сыртта ма? Сыртта, үйір сыртта. Үйір сыртта. Біраздан бері жылқы бағасыз. Қыстан бәрі әдемі жақсы шықты ғой. Биыл қыс шамалы жұмсақтау болды. Иә. Негізі шөп жинап аламыз ғой, шөп жинап аламыз. Шөп жинап. Өте бап керек қой. Дұрыс. Малда ұстауда оңай емес. Шөбі, жемі уақытылы, доғдырға жаңағы қаратып тексеріп тұру керек. Қосады. Иә. Осы енді болашақта жақсы бір бәйгелерге ат қосам деген ойыңыз бар ма? Бар, құда қаласа. Дұрыс. Сәтін салсын, Алла тағала. Олимпиада адамын дайындағанда бұл аттарды дайындау керек. Иә. Көп дайындық. Дұрыс айтасыз. Жақсы. Сәттілік. Қазір кәдімгі отпускада жүрген сияқты ол демалып жатыр. Иә. Күмілет балдар. Иә. Жемі шөбі дайын, жағдай жақсы. Бірақ әдемілеп баптасаң, құда қаласа. бәйгеге қосып алда, болашақ алда. Дұрыс айтасыз. Мынау енді тағы да сыртта мына қора артында бір өзіңіздің жайылымыңыз бар екен. Сол жерде жылқыларыңыз бар, иә? Как раз аяғымен жайылып жүрген жылқылар бар. Қазір соларды тағы бір жаймен түсіреміз. Одан басқалары сыртта ғой енді. Сыртта, үйір далада ол. Үйір дайлы. Мынау неге бие ұстап саумал енді басталады енді. Енді құда қаласа мінекей енді. Жердің шөбі енді жеп жатыр ғой. Иә. Өзі даланың саумалы деген бөлек болады. Иә. Даланың саумалы. Иә. Неше түрлі шөп жегесін ол бөлек қол кәдімгі. Ал ол күнделікті үйден сауып, сауған саумалдан гөрі даланың саумалы өте жақсы болады. Әртүрлі мына шеңгелдің басын жейді, әртүрлі шөп жейді. Құнарлы шөптер жегесін. Ол дәрі септі ғой, жақсы дәрі септі. Оның несі күші шығар, күші де жақсы. Күнделікті ол үйден сауып отқан саумал ол бір режимдегі жем анау-мынау сауып отқан зат. Дұрыс. Келешекте сол саумалыңыздан дәмін көрерміз. Құда қаласа. Сізге сәттілік. Енді әрі қарай жаңағы сыртта жүрген жылқыларды көрейік. Камераға дейін, светке дейін келтіріп қойған. Таза ода қора міне. Қыстан аман есен шыққан жақсы. Жан-жағы кәдімгі көк шөп, табиғат. Анау талдың арасында қазір бір жылқылар жүр, соны көремін. Мәке, мынау сыртта жүрген балдарыңыз ғой енді? Иә, құда қаласа мінекей, міне. Менің ішінде жүрген ғой, қоршаудың ішінде болады бұлар. Иә. Бұлар да демалыста кәдімгі. Қазақшалап айтқанда отпускіде дегендей. Мынау бір әдемі неше жастағы ат мынау? Бұл 5-те. 5-те осы. Өзі былайша түрі келіскен екен, е? Иә, түрі келіскен, жуас. Белгілі ғой, шабатын аттар. Шабатын ат, е? Иә, шабатын ат. Әдемілеп дайындасаң бұнда қосуға бола ма? Былтырғы биылғы емес, былтыр Қармақшы районында болған Наурыз тойда бұл 3-ші орын алды, анау Байтал 2-ші орын алды. Дұрыс, әдемі екен мынаны. Бұны дағы шамалы бір жыл дайындасаң қосуға бола ма? Жүлдемен қайттық. Енді осы жаңағы неге қосуға болады? Аламандарға. Аламанға қосуға болады. Ол былтырда аламаннан алған. Мынау енді әдемі фазенінің сыртында суарылып жатыр, ағаш, көккүмбек, шөбі жақсы. Мына жерде тағы бір 2 ат жүр екен. Мәке, мына бір аттарыңыз туралы шамал. Біреуі мына шешесі. Иә, ананың шешесі ғой. Шешесі. Иә. Мынау бөлек енді, басқа былтыр болды. Мынау неше жасар мынау? Мынау 10-ға келіп қалды. Туа. 10-ға келіп. Иә. Осы мінекей. Мынауың ше? Иә, бұл 3-те. 3-те, иә. Байтал ғой, әлі биыл айғырға түседі ғой. Дұрыс.
Шауып жүрген байтал болды. Былайынша әдемі екен, түрі келіскен, мойны ұзын, сымбатты, тамаша. Бұнда да аламан бәйгеге қосуға бола ма, егер ыңғай келіп жатса дайындасаңыз? Былтыр сол екінші орын алды ғой. Аудандық жарыстан ғой? Иә, қармақшының жаңа қаласақ. Жақсы. Жаңа қаласақ болды, шулатып қайттық. Дұрыс. Келешекте осы аттарды егер ыңғай келіп жатса, жаңа неге қосасыз, бәйгеге қосыңыздар, жеңіске жетіңіздер. Бағымен келіп жатса. Ертең 2 жыл қалды, енді зейнетке шықсақ, содан кейін осы жұмыстарды мықтап қолға аламыз ғой. Қора бар, фазенді бар. Байлаулымыз. Дұрыс. Арасында келіп қарабастар. Арасында жаңа қарайтын кісілер бар ғой? Бар, малшылар бар, басында қарап отыр. Основной бұл шабатын малдар далаға шыға қоймайды. Иә. Сыртқа өзіміздің жаңағы шартсыз малдар далаға қоямыз. Иә. Қысты күні соңғы сойып аласыздар, өздеріңізге керекті. Қазақтың кештегі түстік өмірің болса, кештік малың жинады екен, әйтеуір сыртта басқа. Дұрыс. Сырттан ет алмайсыздар, соғым сойып аласыздар, таза ет жейсіздер өздеріңіздің. Кәдімгі қолдан өсірген еттеріңіздер. 4 түлік мал асырап жатсыз. Қазір ыңғай келсе тағы да біз сіздердің қойларыңыз, сиырларыңыз туралы көрініс түсірейік. Жақсы, Мәке, рахмет, сәттілік сізге, береке берсін. Мәке, мынау сіздің не, жибіңіз ба, немене мынау? Иә, мынау алдарты қосылатын жип қой. Запорожец сияқты екен. Иә, мықты. Запорожец сияқты екен әдемі. Иә, бұның өзі арамда жұмыс адал зат қой, адал ғой. Бұны жаңағы ешкі баққанда міне ба? Любой службаға. Жаңағы сегізді қарап келуге де болады. Болады, жүруші. Жерде малшылар тұрады. Түсірі. Табиғаты жақсы жерде. Қазақи ешкілер әдемі. Лақтары бар. Міне күндіз далада жайылады, кешке қамайды. Көкшөп жеп жүр бәжіл. Жақсы, тамаша. Осындай 4 түлік малды ұстап отыр. Басында малшы ұстайды, өзі жұмысына барып келеді, күнде келіп қадағалап тұрады. Демалыс күндері келіп бірге болады. Малдарына қарайды. Базардан ешқандай ет сатып алмайды өзінің. Таза табиғи етпен қоректеніп отыр, бала шағасына немерелері бар бәріне. Жақсы таза ет. Керемет. Шамалы уақыт жұмыс істеп жүр, сосын 1-2 жылда зейнетке шығады, бұдан да малдың басын көбейтеді.